отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама. Ол сенсің. Білесің бе, мама? Үнемі орындығымды осында келемін де, сені күтіп отырам. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашысына елдің сұлбасын көрем. Оған өзімнің анам екенде, артынан ере бергенде, сол сұлба қайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп, жылап талап. Мама, кеше мен тәлі шапайым. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырған. Кейін сырттан жүзі жылы әйелдің бейнесін көрдім. Оны өзімнің анам екенде, мен алып кетуге келді екенде, мен осында отырғанын көре алмау қалады ғой деп. Мама, мен мұндамын, мама деп айғайлай бергенде, терезе алдында жерге құлап қалды. Дәрге шапай, көп қоймасын жосын деп, тез жинай бастағанда, Дәрге шапай келіп қалды да, тұрашы келіп, мама. Апай, кешірдіші, байқамай қалдым. Дегенмен қарамастан тұра берем. Мама, білесің бе сол апай не деген? Ей, жетімек, сен әке шешене керек болмағанда, маған қайдан ғана керексің? Деді де, одан да мама. Сол апай тұрған, мына жерім, көгер орып барады, мама. Мен мұнда кетіп дегенге қатты қиналып кеттім. Өтінемін, кете мені алып кетші, мама. Өте берем, мен бұзық болмайым, мама. Адам емес хайуаны өз баласы. Қорғаштай береді еместі. Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Кішкентай қыз бала жүрегіне сенен жалынып тұрып сұраймын. Анамның жүрегіне титтей болсын мейірім жоғып тұршы. Сөйтсін де ол мені тар қапастан құтқарсыншы. Мама, осы тілекті қабыл алшы. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Мама.